Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін тағы да сіздермен кездесудің сәті түсіп тұр. Бүгін енді күн аяз емес, бірақ Астанада жауын жауайын деп тұр. Біз сол жауынға қарамай сіздермен далада қуырдақ пісіреміз. Менің каналымды подписация етіп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Майды құйып қойдық. Пияз қызарып күйіп жатыр. Картошкамыз қып-қызыл болып қуырылғанша біраз уақыт майда ұстаймыз. Міне қызыл болып қуырылып жатыр картошкамыз. Әлі бұдан да сәл қызыл етіп қуырамыз. Жаңғы тамшылап жатыр. Майдың біразын құйып алып, пияз қуырып бастап жатырмыз. Қара бұрыш. Ет қызыл болғанша артынан қуырып аламыз. Міне, біздің етіміз қуырылып жатыр. Енді жаны пісіре беретін. Қуырдақты аяғына дейін бақылап отырыңыздар. Етіміз қызыл болып қуырылып жатыр. Енді бұған ikisini саламыз. Дала кішкене желді болып тұрған соң, судан көрінбей тұр, ет қуырылып жатыр.
кристаллик, паприка, қара бұрыш қосып араластырамыз. Әдемілеп астын үстін. Док қоямыз. Астындағы отын пәсейтеміз. Бетін бүркеп